Сөздерден әңгіме құрастыру. Бұл тәсілдің қалай қолданылуы және шарттары туралы айтайық. Оқушылардың әрқайсысына қандай да болмасын бір сөз ойлауды тапсырасыз. Ол сөздерді тақтаға жазып қоясыз. 15-20 сөздей болуы керек. Тақтаға жазылған осы сөздерді қолданып, әр топ 2 минут ішінде шағын әңгіме құрастыруы керек. Әңгіменің тақырыбын сабағыңыздың тақырыбына байланысты етіп бересіз. Мысалы, ғаламтор жайлы сабақ болатын болса, ғаламтордың зияны немесе пайдасы туралы әңгіме құруға болады. Және тағы бір шарты, әңгімеде сынып оқушыларының және мұғалімдердің есімдері аталуы керек. Сабағыңызда қолданып көріңіз және нәтижеңізбен бөлісе кетіңіз.